Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ рогаликтер дайындайтын боламыз. Рогаликтеріміз 20 минутта дайындалады. Бізбен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне аздап қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ертілген сармайымызды құйып, салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізген ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды, яғни разлихителімізді салып, оны да жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болу қажет. Ұнды көп салып жібермеңіздер, әйтпесе қамырыңыз қатты болып қалады. Осылай жұмсақ болу қажет. Енді салафанымызға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Холодильниктен шығарған соң бөліктерге бөліп, осылай мен 4 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Енді бөліктерге бөліп, осылай қамырымызды кесіп аламыз. Салмасын әркім өз қалауы бойынша салса болады. Мен варенка салдым, салмасаңыздар да болады. Осылай печеньеміз өте дәмді болып шығады. Осылай салып, дөңгелектеп орайтын боламыз. Духовкаға 180 градуста 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей, печеньеміз өте дәмді болып шығады. Рогаликтеріміз жұмсақ болып. Сарғайтып пісіріп алсаңыздар болды. Өте қатты қызартып жібермеңіздер. Өте дәмі керемет. Шайға жасап ішсеңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.